Жоқ. Құрметті көрермендер, дуыл шапалақпен бағдаттық. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгін менің айтатын ойым қысқа, бірақ өмірді өзгертетін қағида. Ол әрине әрекет бізден, ал нәтиже ол Алладан. Барлығымыз арман мақсаттарымыз бар, сол арман мақсаттарымызға тезірек жеткіміз келеді. Бірақ қаншалықты арман мақсатымыз биік болған сайын, соған апаратын іс-әрекетті де талап етеді. Алла тағала қасиетті Құранда адамның ұмтылғаннан басқа еш нәрсе жоқ. Оған ол өзінің еңбегін көрсетеді, және сол көрсеткен еңбегінің нәтижесін міндетті түрде мен беремін деп айтылған. Қасиетті Құранда да, даже физика ғылымында да, былайша айтқанда өмірдің заңнамасы бойынша алдымен іс-әрекет ол біздің себепшіміз. Және себептен соң біз сол өзіміздің нәтижемізге жетеміз. Өзімнің өмірімнен мысал ретінде келтіріп айтатын болсам, соңғы 5 жылда менің өмірімде көптеген өзгерістер мен нәтижеге толы болды. Өзімнің ұялған жұмыстарым, сол кезде ұялып жұмыс істеп жүрген жұмыстарым қазіргі ісімнің іргетасы болып қаланды. Бір әрекетім мені пайдаға кеңелтті, бір әрекетінен ұтылдым, бір әрекетінен білім алдым, бір әрекетім өкінішке орай өмірлік үлкен бір сабақ берді. Алдымен сөзімді соңғы ойымды айтып кететін болсам, әрекетсіз тәуекел ол жай ғана үміт, ал әрекетпен жасалған тәуекел ол нағыз батырдың жолы. Рахмет.